сен жұмыста болдың ба? Мен сені ойлағанмын, может, ауырып қалды или жігітімен жүріп қалды деп. Давайте онда бізге понедельник кете. Бүгін уже пятница, понедельник менде бос күн. Туған менде клиенттер көп. Мен демала алмай да сол үшін жүрмін ғой. Сіз маған келіп тұрсыз ба? Сіз нешеге жазылып едіңіз? Қай сағат қанша? 2. Қазір отыра тұрыңыз. Алло. Сіз маған понедельник кесе. Екеуміз бірге сосын от души демаламыз. Әйтпесе ол күнге дейін мен қолым босамайды ары-бері. Клиенттерде. Как раз сонда екеуміз бірге қыдыратын болыппыз. Ау, не дейсіз? Қазір енді күтіп тұрсыз ғой, мен телефонмен сөйлесіп алайын. Отырып жайғаса беріңіз, киіміңіз, жешіңіз. Алло. Да. Бір клиент келіп тұр. Ладно, кейін хабарласам. Қыз асығыс сияқты. Давай. Пока. Так, сізге макияжға ма? Қандай макияжға жазылдыңыз? Вечерний. Бізде макияжның бағалары қымбат екен, білесіз ғой. Біз өйткені өте қымбат салонымыз. Тем более менің клиенттерім маған өте қымбатқа жазылады. Қазір менен басқа бұл жерде визажист жоқ. Сізге вечерний макияж 25 мың теңге болады. Қымбат емес, бұл неге қымбат? Мен сізге өте әдемі біздің қаламызда ең әдемі макияждардың бірін жасап беремін. Мен шетелде оқып келгенмін. Біздің қаламыз мен сияқты макияж жасайтын визажистер жоқ. Мен ғана. 25 мың теңге болады. Сізде қанша бар онда? 15 мың. 15 мың. Жарайды. Сізге бірақ 15 мыңға лайық макияж жасап беремін. Жоқ, енді ол да әдемі. Менің қолымнан жаман дүние шықпайды. Ол да әдемі, бірақ бағасына стоит заттармен осындай жасап беремін. Андай мысалы қазір менде тұрған макияж бұл. Өзім жасаған макияж 25 мың теңге тұрады. Сізге бұндай жасап бере алмаймын. 15 мың теңгеге. Извините меня. Сізге бұндай жасай алмаймын. Бұған білесіз ба, қандай қымбат тендер, қандай қымбат помадалар, кремдер кететін. Сізге ондай жасай алмаймын. Көнсеңіз жасап берейін, көнбесеңіз мен уақытымды алмаңыз. Ладно, отырыңыз. Басына сізге база жағамын. Қорықпаңыз. Мен 15 мың жасап берсем де нормально басқа салондардың ең қымбат макияжынан жақсы макияж жасап беремін. Тымайым демеңіз, отырыңыз. Сіз іште тойыңыз. Енді ертерек келмейсіз ба, сұхбаттасаңыз? Келіңіз. Бетіңіздің хотя бы ақшаңыз жоқ екен, хотя бы үйден жақсылап база жағып жасаңыз болады ғой. Мен осынша ақшамен шығайын деп жатырмын. Тем более біз сияқты қымбат салонға келейін деп жатырмын.
Бізде жақсы кушон, ойындамаңыз. Менің кушоным өте жақсы кушон. Егер оны бетіңізде құртылып жатса, сіздің бетіңіздің майлылығына мен кушондым. Жамандығы жоқ. Қараңыз, күшті кушон. Келіңіз. Тыпырламай көзіңізді жұмып тұрыңыз. Көзіңізді ашыңыз. Жұқыла алмаймын, қорықпаңыз. Білесіз ба, 5 жылдан бері визажиспін. Ешкім көзін жұқмаған. Сіздің хотя бы мұрттарыңыз алып жүрмейсіз ба? Нені кушонымен былай мұртыңыз шығып тұр. Мен сізге қазір нормальный жағып бояндырып берем. Бірақ сіздің мұрттарыңызды істеп бермеймін мен. Өзіңіз пенсияңызбен пенсия сатып алыңыз, жоқ болса мен пенсия бере алмаймын. Егер мен сіздің мұртыңызды істеп беретін болсам, да оған ақша қосылады. Ақшаңыз бар ма? Жоқ болса, онда өзіңіз сатып алыңыз да аккуратно теріп тастаңыз сыртынан. Жаман көрініп тұр, қап-қара. Қапақ білін қалды. Қорықпаңыз, мойныңыз, қолыңыз екі түрлі болып қалмайды. Слишком апақ қылып жатқан жоқ. Как қолыңызға да крем берем, жағып аласыз. Однотонный болып мойныңызға. Балапан шаштарды өріп жатыр екен. Болды. Так. Қасыңызға дегенсің. Бірінші тарин. Қастеріме дегенде вообще. Қас баласы деген әйел адамы деген артық жүндерін жауып жүру керек. Ренжімеңіз, микробит етіп отқан жоқ. Менде қыз баласын просто айтып жатырмын. Артық мұрттарды, қастарды. Нені Егорданыз кәдімгідей темір жол болып жатыр. Қасыңыздың Егордасы, иә. Сіздің қасыңызды боямай қойып, мен таратым ғой. Себебі сіздің қасыңызға қазір Егордасы темір жол болып тұр ғой. Как боясам, екі шеті қып-қара, ортада темір жол бар. Вообще жараспай қалады. Тұра берсін. Нормально пойдет. Так. Келіңіз, бетіңізге. Румяна. Мне анандай румяна барлығын көрсетіп отырайын сізге. Адамдар. Дым ойлым демейсіз отыра беріңізші. Ақшаңызға сай нормально. Дым ойымдамаңыз. Дым ойымдамаңыз. Көзіңіздің астынан ақтан жағасылам. Жоқ, бұл крем емес. Мені просто мынандай қоңыр жеп кеткен. Ешнәрсе етпейді. Сіздің бетіңізді әдемі болып тұрған жоқ. Жоқ, әдемі болып тұрған жоқ дегенде майлы болып, прям идеальный болып келіп тұрған жоқсыз қой сізде. Дұрыс па, сіздің ақшаңызда идеальный болып тұрған жоқ. Сол үшін де сізге де осындай идеальный емес косметикалар пойдет. Көзіңізді ашыңыз қарап. Қазіргі заманда білесіз ба? Или көп ақша табу керек, или өзіңіз боянуыңыз керек.
болды, көп жылтыратпай ақ қояйын, өзіңіз бизнес майл өзіңіз жылтырап аласыз. Иә. Помадада бізде екі помада бар. Менің önümдегіде мынау однотонный қоңыр. Сізге осыншаға берейін. Себебі қазір сіздің көзіңізге біз менікі сияқты күшті эффект бермейміз ғой, еріңізге мынандай күшті помада жағатында. Сізге повседневкиға сияқты бір қоңырлау эффект береміз. Қазір көзіңізге именно сізге нормальный келеді. Арзан болса да бұл да жақсы. Еріңіздегі. Қазір контурын істеп отыратын уақыт жоқ қой, сізге қайдағы контур. Қарсаңыз бұзыңыз үште басылайын деп жатыр. Сізде әлі шашты дайынымыз, киімді дайынымыз. Келіңіз. Деніз. Енді. Деніз. Один тұр. Көзіңізге так. Көзіңізге так. Мынадай жинжығым. Так. Мындай ден. Бұл қымбат. Мынау қоңырын жағам. Кішкене астына. Сыртынан мына сарын жағам. Өйткені сіздің киіміңіз сары болып тұрған. Иә. Сіз бұндай киіммен кетпейсіз ба? Бұл киіммен сіздің киіміңіз қандай тойға киеді? Көк көйлек па? Онда көкті жағам. Енді однотонный болу керек қой, үйлесімді. Хотя бы. Біліп алмайсыз ба? Так, кестесі. Болды бұл астына. Келіңіз одан кейін көк. Ой, уайымдамаңыз. Байырған қатынға ұсып қалмайсыз. Мен қолымны ішкімішкі үйтіп. Көрдіңіз ба? Тілімді сізге сыйластық қашып отыр. Менің алдымнан ешкім олай шыққан емес. Көк. Астына да келіңіз көк жыға. Төбе қараңыз. Уайымдамаңыз, нормально болды. Так. Енді жасыл жылтырақ жағып берейін, иә? Тойға барасыз ғой. Көзіңіздің алды жағына. Так. Конбита. Нормально. Болды. Так, енді мынандай душап. Енді сізге нам байланам. Бұл тоже не айтып тұрсын. Ой, алла, бұл тош. Тош бұл. Тым көрмегенсіз ба, не білем, міне. Астына қараңыз. Бұл күшті тұр. Новенький душ у меня. Так. Болды макияжыңыз. Надо съеб прибери. Ой. Макияж ұстап тұру үшін бұл. Болады. Кидать съел
ұнай ма, ұнамай ма? Енді ұнамаса да сіздің ақшаңызға сол ұнайды мүмкін. Жоқ, қайдағы көзіңіз? Баяғыға қатынға ұқсап тұрған жоқсыз. Қазір көк көйлек кисеңіз нормально кетеді көк көйлекпен. Жоқ, енді сіз айттыңыз ғой, мен көзіңізді алдында қонар қыламын деп ойладым, иә. Сіз айттыңыз ғой, мен көйлегім көк деп, енді маған не дейсіз? Сізге жарасып тұр, мен сөзіме сенсеңізші. Мен 5 жылдан бері визажистпін, мен шетелде білім алғанмын. Кімнің бетіне қандай үлгі жарасатынын, қандай цвет жарасатынын мен білем. Сіз қара болған емес, бетіңіз черный болған, мен көк жарасып тұр сізге. Қазір көк көйлекпен нормально кетеді. Зато жүретін 15 мыңға жасаған макияжым болды. Ақшасын төлеңіз болды. Мен қазір басқа клиентім келеді, мен қолдарымды жуым керек. Қолым бармай болып кетті. Болыңыз, ақшаны төлеп кетіңіз. Егер бұндай макияж ұнамаса, келесі жолы 25 мыңмен келіңіз. Мақұл. Или хотя бы ретпен келіңіз. Білмеймін енді. Ақшасын төлеңіз демесе, қазір мен полиция шақырамын. Сіз менен 1 сағат уақытымды алдыңыз. Менің күшті косметикаларымды пайдаландыңыз, ақша төлемеу деген. Қазір мен полицияға хабарласа аламын. Болыңыз, иә. QR-ға өтіп кетсеңіз болады. Маңыз QR өтіңіз. Рахмет. Сау болыңыз. Адамдарды қызық. Өзін көрмесіне көзіліп. Арзандау. Салонға барса болады ғой. Жоқ, сіздер ал айтып жатырған жоқ. Өз-өзім